Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ардақты қатысушылар, баршаңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Абдолдалы Абзал. Бүгінгі вебинарымызға қатысып отырғандарыңызға шын жүректен алғыс білдіреміз. Бүгін біз әр адамның өмірінде аса маңызды рөл атқаратын, кез келген уақытта қажет болуы мүмкін тақырыптарды талқылаймыз. Бұл алғашқы көмек көрсету дағдылары. Неліктен бұл тақырып маңызды? Себебі төтенше жағдай алдында алдын ала ескертпейді, ол кез келген сәтте болуы мүмкін. Мысал үшін жұмыс орнында, үй жағдайында, көшеде, қоғамдық орында, жолда немесе сапар кезінде. Осындай кезде зардап шеккен адамның жанында көбінде дәрігер емес, қарапайым азамат болады, яғни дәл сіз, мен немесе кез келген адам. Сол сәттегі дұрыс әрекетке байланысты адамның өмірі сақталып қалуы мүмкін, жарақаттың асқынның кетуінің алдын алуға болады, жедел жәрдем келгенше жағдайын тұрақтандыруға мүмкіндік бар. Ең маңызды уақыт ол алғашқы минуттар. Оқиға орын алғаннан кейін алғашқы 3-5 минут өте шешуші кезең болып саналады. Кейде жедел жәрдем бірден келе алмай, ал сол аралықта сауатты әрекет еткен адам біреудің өмірін аман алып қалуы мүмкін. Сондықтан алғашқы көмекті білу тек қосымша білім емес, бұл өмірлік қажетті дағды. Жалпы бұл вебинар кімге арналған? Бұл вебинар арнайы медициналық білімі жоқ адамдарға арналған, яғни кеңсе қызметкерлеріне, мұғалімдерге, жүргізушілерге, ата-аналарға, кәсіпорын қызметкерлеріне, студенттерге, кез келген азаматқа пайдалы. Мұнда күрделі терминдер мен түсініксіз теория болмайды. Біздің мақсатымыз сіздерге күнделікті өмірде қолдануға болатын қарапайым, түсінікті, тиімді, тәжірибелік дағдыларын үйрету. Бір нәрсені нақты түсіну керек. Алғашқы көмек көрсету бұл емдеу емес, сізден диагноз қою, ине салу немесе күрделі медициналық шаралар жасау талап етілмейді. Алғашқы көмектің негізгі мақсаты жағдайды жылдам бағалау, қауіптің алдын алу, адамның жағдайын нашарлатпау, мамандар келгенше қолдау көрсету. Алғашқы көмектің ең негізгі қағидасы бұл зиян келтірмей, бей-жай қарама. Егер сенімсіз болсаңыз да, көп жағдайда дұрыс жасалған қарапайым әрекет ештеңе істемей қарап тұрғаннан әлдеқайда пайдалы. Бүгінгі вебинар барысында біз мыналарды үйренеміз. Төтенше жағдайда өзін қалай ұстау керек, адам есінен танып қалса не істеу керек, қан кету қалай тоқтатуға болады, жүрек өкпе реанимациясының негізгі тәсілдері, жиі жіберілетін қателіктер, адам өмірін сақтап қалуға көмектесетін нақты алгоритмдер. Бүгінгі вебинардың басты нәтижесі осы сабақтан кейін сіздер төтенше жағдайда абдырамай алғашқы минуттарда қандай әрекет жасау керектігі жөнінен нақты түсінік қалыптасады. Бастамас бұрын сізге бір сұрақ. Егер дәл қазір жаныңызда адамға кенеттен жаман болып қалса, сіз не істеу керектігін нақты білесіз бе? Егер күмәніңіз болса, демек бұл вебинар дәл сіз үшін. Ендеше уақыт жоғалтпай бастайық. Жалпы парамедик деген кім? Парамедик оқиға орнында жедел медициналық қызмет келгенге дейін зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсететін тұлға. Ең алдымен бір нәрсені дұрыс түсіну қажет. Парамедик міндетті түрде дәрігер болмауы мүмкін. Парамедик бұл арнайы оқудан өткен, алғашқы көмектің негізгі алгоритмін білетін, төтенше жағдайда жылдам әрі сауатты әрекет ете алатын адам. Өмірде парамедик кім бола алады? Шын мәнінде парамедик бола алатын адамдар өте көп. Мысалы, үй қызметкері, жүргізуші, күзетші, өндіріс саласының жұмысшысы, басшысы, мұғалім, ата-ана немесе алғашқы көмек бойынша оқудан өткен кез келген азамат. Яғни бұл рөлді сіздердің әрқайсыларыңыздан атқара аласыздар. Жалпы парамедиктің рөлі неліктен өте маңызды? Себебі дәл парамедик зардап шеккен адамның жанында ең алғашқы минуттарда болады. Ол кезде жедел жәрдем әлі келмеген болуы мүмкін, дәрігерлер жоқ, медициналық құрал-жабдықтар болмайды. Ал дәл осы қысқа уақыт аралығында адам өміріне қатысты ең маңызды шешуші сәттер өтеді. Кей жағдайда бірнеше минут адамның тағдырын шешеді. Жалпы парамедиктің негізгі міндеті бұл зиян келтірмеу, адамның өмірін сақтап қалуға көмектеседі, жағдайын тұрақтандыру, медициналық қызметкерлер келгенше қолдау көрсетеді. Кейін науқасты мамандарға тапсырады. Өте маңызды түсінік. Парамедик ем жүргізбейді, ол диагноз қоймайды, күрделі медициналық ем-шара жасамайды, дәрігердің орнын алмастырмайды. Оның міндеті қарапайым, бірақ аса маңызды әрекеттерді орындау. Мысалы, тыныс жолын қамтамасыз ету, қан кетуді тоқтату, есін бақылау, жағдайының нашарлауына жол беру. Қарапайым тілмен айтқанда, парамедик адам өмірін сақтап қалу тізбегіндегі ең алғашқы буын. Егер алғашқы көмек
дер кезінде көрсетілмесе, ең жылдам келген жедел жәрдемнің өзі кешігіп қалуы мүмкін. Тағы бір маңызды мәселе, парамедик бұл мамандық қана емес, бұл дағды. Өмірде кез келген сәтте қажет болатын дағды. Жұмыста, үйде, көшеде, жол үстінде, қоғамдық орындарда. Сондықтан алғашқы көмекті білу әр адамның азаматтық жауапкершілігі, әрі өмірлік қажет қабілеті. Жалпы алғашқы көмектің алтын ережесі, алғашқы көмек көрсетуде әрқашан есте сақталуы тиіс ең маңызды қағида бар. Алдымен қауіпсіздік, содан кейін көмек. Бұл нені білдіреді? Зардап шеккен адамға жақындамас бұрын ең алдымен айналадағы жағдайды бағалау керек. Төтенше жағдайда адамдар көбіне эмоцияға беріліп, бірден көмектесуге жүгіріп барады. Бірақ қауіп қатерді ескермей әрекет ету ең жиі кездесетін әрі өте қауіпті қателіктердің бірі. Неліктен бұл өте маңызды? Егер сіз өзіңіз жарақат алып қалсаңыз, зардап шеккен адамға көмектесе алмайсыз, жағдай одан сайын қиындайды, құтқарушыларға енді екі адамға көмек көрсетуге тура келеді. Сондықтан алғашқы әрекет көмектесуге жүгіру емес, жағдайды дұрыс бағалау. Өзіңізге мына сұрақ қойыңыз. Бұл жерде тұру қауіпсіз бе? Айналаңызда ықтимал қауіптерге назар аударыңыз. Өрт немесе түтін, ашық электр сымдары болуы мүмкін. Тоқ соғу қаупі, газ иісі немесе жанармайдың төгілуі, ғимараттың құлау қаупі, қозғалысты көліктер, агрессивті адамдар немесе дүберленге түскен топ немесе халық. Егер қауіпсіз болса, не істеу керек? Егер кем дегенде бір қауіп байқалса, бірден жақындамаңыз. Алдымен қауіптің жойылуын күтіңіз, немесе қауіпсіз жерге шегініңіз. Қажет болса, арнайы қызметкерді шақырыңыз. Дұрыс әрекет ету тәртібі бұл бірінші жағдайды бағалау, екінші өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, үшіншісі мүмкіндік болса қауіпті жою, тек содан кейін көмек көрсету. Жалпы енді қарапайым мысал келтіретін болсақ, егер адам үзілген электр сымның жанында жатса, оған бірден жүгіріп барып қол тигізуге болмайды. Алдымен электр қуатын ажырату қажет, немесе қауіпсіз арақашықта тұрып, тиісті қызметкерді шақыру керек. Тағы бір маңызды ой, кейде ең дұрыс көмек бұл тікелей араласпау. Яғни жедел жәрдем шақыру, құтқару қызметіне хабарлау, жағдайды алыстан бақылау, басқа адамдарды қауіптен алыстату. Бұл да көмектің бір түрі. Есте сақтаңыз, сіз көмек көрсетушісіз, келесі құрбан болмауыңыз керек. Өзіңізді қорғау эгоизм емес, бұл дұрыс әрі кәсіби әрекет. Әрекет ету алгоритмі өте маңызды. Төтенше жағдайда ең қауіпті нәрсе абдырап қалу. Адам сасқалақтап, не істерін білмей қалады, асығып әрекет етеді, уақыт жоғалтады, қателіктер жібереді. Ал мұндай сәт әр секунд маңызды. Сондықтан алғашқы көмекті қарапайым, түсінікті және нақты әрекет ету алгоритмі бар. Ол сізге сабыр сақтауға, дұрыс шешім қабылдауға, әрекетті ретімен жасауға, уақытты жоғалтпауға көмектеседі. Есте сақтайтын негізгі схема. Бұл айналаны шолу, есін тексеру, тынысын тексеру, жедел жәрдем шақыру, көмек көрсету. Әр қадамды жеке қарастырады. Айналаны шолу бұл ең бірінші және міндетті қадам. Сіздің міндетіңіз жағдайды бағалау, өзіңізге қауіп жоқ екенін көзге жеткізу, не болғанын түсіну. Мысалы, адам құлап қалды ма, тоқты соқты ма, жол апаты болды ма, өрт немесе түтін бар ма, осын анықтамай келесі адамға өтпеңіз. Екіншісі, бұл есін тексеру. Адамға жақындап байланыс орнатуға тырысыңыз, дауыстап айтыңыз. Мені естіп тұрсыз ба? Сізге көмек керек пе? Жеңіл түрде иығынан қозғауға болады. Нәтиже екі түрлі болады. Жауап берсе, есі бар. Жауап бермесе, ес-түссіз жатыр деген сөз. Үшіншісі, тынысын тексеру. Егер адам ес-түссіз болса, тыныс жолын ашыңыз, басын сәл шалқайтыңыз, бетіне еңкейіңіз. Кеуде қимылын қараңыз, тыныс дыбысын тыңдаңыз. Жалпы тексеру уақыты 10 секундтан аспау керек. Нәтижесінде тыныс алып жатыр, ол бірінші әрекет істейміз. Тынысы жоқ болса, мүлде басқа әрекет, яғни реанимация жасаймыз. Төртіншісі, жедел жәрдем шақыру. Өзіңіз білетіндей 103-112-ге хабарласамыз. Бұл қадамды кешіктіруге болмайды. Хабарлау кезінде айтыңыз, не болғанын, нақты мекен-жайды, адамның жағдайын, қанша зардап шеккенін. Маңызды, оператор айтпағанша телефонды қоймаңыз. Көмек көрсету. Алдыңғы адамдардан кейін ғана нақты әрекетке көшіңіз. Адамды дұрыс жатқызу, қан кетуін тоқтату, жүрек өкпе реанимациясын бастау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жалпы
маңызды бір нәрсе, бұл алгоритм дәл осы ретпен орындалу керек. Қалай істеуге болмайды? Тынысын тексермей жүрекке массаж жасауға болмайды. Қауіпсіздікті бағаламай көмек көрсетуге болмайды. Жедел жәрдем шақырмай уақыт жоғалтуға болмайды. Жеңіл есте сақтау формуласы: көрдің, бағаладың, тексердің, шақырдың, көмектестің. Алгоритм сіздің үрейден және қателіктен қорғайтын құрал. Ол тез әрекет етуге ғана емес, дұрыс әрекет етуге көмектеседі. Өмірден алған практикалық мысалдар. Мысалы үшін, бірінші жағдай: кеңседе адам кенеттен оған нашарлап кетті. Сіз жұмыстасыз, әріптесіңіз кенеттен еденге құлап түсті. Көп адам не істейді? Айқайлайды, абыржиды, су іздейді, отыруға тырысады. Бұл дұрыс емес. Алгоритм бойынша дұрыс әрекет: айналаны шолу, қауіп жоқ екеніне көз жеткіздіңіз, есін тексеру. Мен естіп тұрсың ба? Жауап жоқ. Тынысын тексеру керек. Кеудесі қозғалмайды, тынысы жоқ. Жедел жәрдем шақыру керек. Қасыңыздағы адамға 103-ке хабарлас, адам ессіз түссіз жатыр деп айту керек. Бесіншісі, көмек көрсету. Жүрек өкпе реанимациясын бастайсыз. Жалпы бұл жерде қорытынды: егер алғашқы секундтарда дұрыс әрекет жасалса, адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік айтарлықтай артты. Екінші жағдай: жол көлік оқиғасы. Сіз жол апатының куәсі болдыңыз. Көпшілік жіберетін қате: адамдарды бірден көліктің ішіндегі зардап шеккен адамды шығарып алуға жүгіреді. Бұл өте қауіпті, себебі омыртқа, мойын немесе ішкі жарақаттарды күшейтіп жіберуі мүмкін. Жалпы дұрыс әрекет ету тәртібі: бірінші, айналаны бағалау. Көліктер әз қозғалып жатыр ма? Жанармай төгілген жоқ па? Өрт шығып қаупі бар ма? Жол қауіпсіз бе? Екінші, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Апаттық белгі шамын қосу, ескерту белгісін қою, басқа жүргізушілерге белгі беру. Үшіншісі, бұл зардап шеккен адамның жағдайын тексеру. Есі бар ма? Сөйлей ала ма? Тыныс алып жатыр ма? 112 нөміріне қоңырау шалып, оқиған орнын нақты айту өте маңызды. Бесіншісі, көмек көрсету. Бірақ аса қажеттілік болмаса, көліктен шығармаңыз. Тек өрт, түтін, суға кету қаупі сияқты тікелей қауіп болса ғана шығаруы қарастырылады. Жалпы қорытынды: кейде артық әрекет жасамау ең дұрыс көмек болып саналады. Немесе асханада адам шашалып қалды. Адам тамағын ұстап, сөйлей алмайды. Бұл жағдайда белгілерді тез тану қажет. Сөйлей алмайды, тыныс ала алмайды, көзі бақырайып, үрейленеді, жөтеле алмайды немесе әлсіз жөтеледі. Дұрыс әрекет: айналаны бағалау, жағдай қауіпсіз, жағдайын тексеру, адам есін біледі, бірақ тынысы бұзылған. Үшіншісі, тыныс жолы бітелгенін анықтау. Ауыр жағдай екені көрініп тұрады, көмек шақырамыз. Және Геймлих әдісін қолданамыз. Бұл іштен қысым беру арқылы тыныс жолын ашу әдісін Геймлих әдісі дейміз. Жалпы қорытынды: мұндай жағдайда уақыт секундпен есептеледі, жылдам әрі дұрыс әрекет адамның өмір сақтап қалу мүмкіндігі. Жалпы төртінші әрекетке келетін болсақ, бұл көшеде адам есін танып қалады. Сіз көшеде келе жатқан жерде жатқан адамды көрдіңіз, көпшіліктің қатесі мән бермей өтіп кету, мас адам шығар деп ойлау, араласпау. Бұл өте қауіпті. Дұрыс әрекет: бірінші, айналаны бағалау, жақында қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Екіншісі, есін тексеру, дауыстап шақырыңыз, жауап жоқ. Үшіншісі, бұл тынысын тексеру, тынысы бар ма, жоқ па. Төртіншісі, жедел жәрдем шақыруымыз керек, 103 немесе 112 нөміріне. Адамды қырымен қауіпсіз қалыпқа жатқызу, бұл тілінің кетіп қалуын немесе құсқа тұншығуын алдын алады. Жалпы бұл жерде айтатын қорытындымыз: қарапайым бір әрекеттің өзі адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Барлық жағдайларға ортақ қорытынды: қай жерде болмасын, бір алгоритм жұмыс істейді. Маңызды емес, бұл кеңседе ме, көшеде ме, үйде ме, немесе жолда ме. Алгоритм өзгермейді. Бірінші, бағалау, есін тексеру, тынысын тексеру, қоңырау шалу, көмек көрсету. Бұл жерде айтып кететін ең басты ой: төтенше жағдайда дәрігер болу міндетті емес. Ең маңыздысы үрейге берілмеу, ретімен әрекет ету, қарапайым дұрыс қадамдар жасау. Жалпы, құрметті тыңдаушылар, есте сақтаңыз: дұрыс жасалған қарапайым әрекеттер күрделі бірақ қате әрекеттерге қарағанда өмірді әлдеқайда жиі сақтап қалады. Бесіншісі, бұл есін тексеру. Оқиға орны қауіпсіз екеніне көз жеткізгеннен кейін келесі адамның есін білмеуін анықтау. Қалай тексеру керек? Бұл жерде адам сенімді түрде, бірақ абайлап жақындаңыз. Алдымен байланыс орнатуға тырысыңыз. Дауыстап, анық сұраңыз.
Мені естіп тұрсыз ба? Сізге көмек керек пе деп. Даусыңыз жеткілікті қатты болуы керек. Әлсіреген адам да естуі мүмкін. Егер жауап болмаса, келесі қадамға өтіңіз. Адамды иығынан жайлап қозғаңыз. Назар аударыңыз. Бастан ұстамаңыз. Мойнын қозғамаңыз, қолынан жұлқыламаңыз. Тек иықтан жеңіл түрде қозғаңыз. Екі түрлі нәтиже болуы мүмкін. Біріншісі, адам реакция білдіртеді. Жалпы көзін ашады, сөйлейді, дыбыс шығарады, қозғалады. Бұл есі бар деген сөз. Мұндай жағдайда жанында болсаңыз, не болғанын сұраңыз, жағдайды бақылаңыз, қажет болса жедел жәрдем шақырыңыз. Екіншісі, бұл адам мүлде реакция бермейді. Көзін ашпайды, жауап бермейді, қимылдамайды. Бұл адамның ес-түссіз жатқанын білдіреді. Мұндай жағдайда уақыт жоғалтпай келесі қадамға өтіңіз. Бұл жерде енді маңызды ескерту. Есін тексеру бірнеше секунд қана болу керек. Ұзақ уақыт күтіп, босқа уақыт жоғалтпаңыз. Жиі жіберілетін қателіктер бұл бетінен ұру, су шашу, қатты сілку, айқайлап абыржу, дөрекі әрекет жасау. Бұлар көмектеспейді, керісінше зиян келтіруі мүмкін. Өмірде мысал, кеңседе әріптесіңіз үстелде ұйықтап қалғандай отыр. Көп адам ойлайды, шаршаған шығар, демалып отырған шығар. Бұл қате. Бұл жерде не істеу керек? Жақындау керек, дауыстап шақыру керек, иығынан жайлап қозғау керек. Егер реакция болмаса, бұл төтенше жағдай. Есте сақтаңыздар, егер адам реакция бермесе, жағдайды ауыр деп есептеп, бірден әрекет етіңіз. Алтыншысы, бұл тынысын тексеру. Егер адамның реакциясы болмаса, келесі маңызды қадам тыныс алуын тексеру. Дәл осы кезең адамға реанимация керек пе, жоқ па, соны анықтайды. Егер адам ес-түссіз болса, бірінші басын сәл шалқайтыңыз, иегін көтеріңіз. Бұл тілдің артқа кетіп, тыныс жолын жауып қалмау үшін қажет. Тыныс тексеру тәсілдеріне көшейік. Адамның бетіне еңкейіңіз, бір уақытта 3 белгіге назар аударыңыз. Біріншісі, бұл көремін. Кеуде қуысы көтеріліп түсіп жатыр ма? Ести ме? Тыныс дыбысы бар ма? Сезіне ме? Бетіңізге ауа келіп жатыр ма? Жалпы тексеру уақыты 10 секундтан аспау керек. Себебі әр секунд маңызды. Бұл жерде енді ең жиі жіберілетін қателіктер бұл ұзақ күтіп тұру, сирек тынысты қалыптан тыныспен шатастыру, тым ұзақ тексеру, немесе қорқып уақыт жоғалту. Егер күмәндансаңыз, егер тынысы бар жоғына сенімді болмасаңыз, тыныс жоқ деп есептеп әрекет ете беріңіз. Негізгі қағида, тыныс бар болса да, қауіпсіз қалыпқа келтіру керек. Бақылауда ұстау керек, жедел жәрдем шақыруымыз керек. Егер тынысы жоқ болса, дереу жүрек өкпе реанимациясын бастауымыз керек. Мысал үшін өмірдегі мысалда бар. Көшеде адам жатыр. Сіз тексердіңіз, реакция жоқ. Тынысы анықталмайды, немесе күмәнді. Бұл кезде қазір оянады деп күтуге болмайды, қарап тұруға да болмайды. Бірден жедел жәрдем шақыруымыз керек, және жүрек өкпе реанимациясын бастауымыз керек. Есте сақтаңыздар, тыныс дұрыс тексеру адам өмірін уақытында құтқарудың шешуші кезең. Жетіншісі, бұл жедел жәрдем шақыру. Адамның жағдайын бағалап, болғаннан кейін келесі міндетті қадам бұл шұғыл қызметтерді шақыру. Мұны мүмкіндігінше ертерек жасау керек. Егер қасыңызда басқа адамдар болса, бір адам көмек көрсетіп жатқанда, екіншісі қоңырау шалсын. Естеріңізге салып кетейік, Қазақстандағы шұғыл нөмірлер бұл 103 жедел медициналық жәрдем, 112 бірыңғай шұғыл қызмет нөмірі. Диспетчерге ақпаратты қалай дұрыс айту керек? Ең бастысы сабыр сақтауымыз керек, анық сөйлеуіміз керек, қысқа әрі нақты айтуымыз керек. Біріншіден, не болғанын айтыңыз. Қысқа түсіндіріңіз. Адам ессіз түссіз жатыр. Жол апаты болды. Немесе жарақат алған, тұншығып жатыр, немесе қан кетіп жатыр. Екіншісі, нақты мекен жайды айтыңыз. Бұл ең маңызды ақпараттың бірі. Бұл жерде айтатынымыз көше атауы, үй нөмірі, кіреберіс, нешінші қабат, нешінші пәтер, жақын маңдағы бағдар, мысалы дүкен, мешіт, мектеп, қиылыс сияқты. Мекенжай неғұрлым нақты болса, көмек соғұрлым тез келеді. Үшінші, бұл адамның жағдайын айтыңыз. Мысалы, есі бар, немесе ессіз жатыр, тыныс алып жатыр ма, жоқ па, қан кетіп жатыр ма, құрысып жатыр, немесе қозғалмайды деген сияқты. Зардап шеккендер санында айтуымыз керек. Бірден хабарлаңыз. Бір адам,
бірнеше адам, ауыр жараланғандар бар ма? Қоңырау шалғандағы маңызды ережелер бұл: үрейленбеу, айқайламау, артық ақпарат айтпау, жалған мәлімет бермеу, тұтқаны бірінші болып қоймау. Бұл жерде енді есте сақтаңыз, әңгіменің диспетчер өзі аяқтайды. Ол айтпайынша телефонды қоймаңыз. Дұрыс хабарлаудың үлгісі. Мысал үшін, сәлеметсіз бе? Адам ессіз түссіз жатыр. Мекен жайымыз осындай, көшеміз осындай, үй нөмірі осындай, жанында дүкен бар. Тынысы жоқ. Бір зардап шеккен адам не істеуім керек? Неліктен бұл маңызды? Әр секунд маңызды. Ақпарат нақты болса, бригада тез жіберіледі, қажетті құрал дайындалады, дұрыс бағыт таңдалады, уақыт үнемделеді. Бұл жерде, құрметті тыңдаушылар, есте сақтаңыз, жедел жәрдем дұрыс шақыру адам өмірін сақтап қалудың жартысы. Егер адам ес-түссіз, бірақ тынысы бар болса, егер сіз тексеріп адамның тынысы бар екенін анықтасаңыз, бірақ есін жимаса, бұл да өте қауіпті жағдай. Себебі адам өзін бақылай алмайды және кез келген сәтте тұншығып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда зардап шегушінің бірден тұрақты қырынан жатқызуына қалпына келтіруге қажет. Неліктен қырымен жатқызу керек? Ес-түссіз адам бұлшық еттері босайды, тіл артқа кетуі мүмкін, сілекей немесе құсық тыныс жолын жабуы мүмкін. Нәтижесінде адам тынысы бола тұра тұншығып қалуы мүмкін. Қырынан жатқызу не береді? Тыныс жолы ашық қалады, сұйықтық сыртқа шығады, тұншығу қаупі азаяды, жедел жәрдем келгенше уақыт ұтады. Бұл жерде енді сұрақ туындайды, қалай дұрыс жасауымыз керек? Біріншіден, адам тыныс алған жатқанына көз жеткізіңіз, қасына тізерлеп отырыңыз, сізден алыс жатқан қолын бүгіңіз, адамды өзіңізге қарай қырымен бұрыңыз, қалпын тұрақтандырыңыз, басын сәл шалқайтыңыз. Тынысы еркін шығу үшін. Маңызды, адам орнықты қырымен жату керек, қайта шалқасынан ауып кетпеуі қажет. Бұл жерде енді жиі жіберілетін қателіктер, бұл шалқасынан қалдыру, отырғызуға тырысу, су беру, дәрі беру, қараусыз қалдыру. Өмірден бір мысал алайық. Көшеде адам есінен танып қалды, бірақ тынысы бар. Егер оны шалқасынан қалдырсаңыз, ол сілекейге тұншығуы мүмкін, немесе құсыққа шашалуы мүмкін. Егер қырымен жатқызсаңыз, тыныс сақталады, қауіп азаяды, жедел жәрдем келгенше өмір сақтауға мүмкіндік бар. Бұл жерде есте сақтаңыз, ес-түссіз, бірақ тынысы бар адам әрқашан қырымен жатқызылуы керек. Егер адам тыныс алмаса, егер сіз тыныс тексеріп, адамның тыныс алмай тұрғанын анықтасаңыз, бұл ең қауіпті жағдай. Бұл сәтте әңгіме клиникалық өлім туралы болады. Клиникалық өлім деген не? Клиникалық өлім бұл жүрек қан айналымы қамтамасыз етпейді, тыныс алу тоқтайды, миы оттексіз қалады. Ең маңыздысы, бұл сәтте адамды әлі де қайтаруға болады, егер сіз дұрыс әрі тез әрекет етсеңіз. Уақыт бұл жерде шешуші фактор. Оттегі жетіспеген жағдайда ми жасушалары 3-5 минут ішінде зақымдана бастайды. Сондықтан әр секунды маңызды. Кешігу өмірді жоғалту қаупін артады. Не істеуіміз керек? Бірден жүрек өкпе реанимациясын жасауымыз керек. Еш күтпей бірден әрекет етіңіз. Егер қасыңызға басқа адам болса, бір адам жедел жәрдем шақырады, екіншісі жүрек өкпе реанимациясын бастайды. Негізгі қағида, тыныс жоқ болса, күтпейміз, қайта-қайта тексеріп тұрамыз. Бақылап, уақыт жоғалтпаймыз, бірден әрекет етеміз. Маңызды түсінік. Жүрек өкпе реанимациясы бұл күрделі медициналық процедура емес. Бұл қарапайым, бірақ өмірлік маңызды әрекет. Ол біріншіден қан айналымын ұстап тұрады, миға оттегі жетуін қамтамасыз етеді, жедел жәрдем келгенше уақыт ұтады. Адамның тірі қалу мүмкіндігін арттырады. Есте сақтаңыздар, тынысы жоқ па, бірден жүрек өкпе реанимациясын еш кедергісіз бастаймыз. Жалпы жүрек өкпе реанимациясы адам тыныс алмай, өмір белгілері байқалмаған кезде қолданылатын ең маңызды өмір құтқару әдісі. Жалпы жүрек өкпе реанимациясының мақсаты бұл жедел жәрдем келгенше жүректің жұмысын уақытша алмастыру, қан айналымын ұстап тұру, миға оттегі жеткізу. Қалай дұрыс жасау керек? Бірінші, адамды арқасына жатқызуымыз керек. Қатты тегіс жерге жатқызыңыз, мысалы үшін еденге, асфальтқа,
төсекте немесе жұмсақ диванда жасауға болмайды. Себебі қысым дұрыс түспейді, реанимация тиімді болмайды. Қолдың дұрыс орналасуы. Бір алақанды кеуденің ортасына қойыңыз, екінші қолды үстіне қойыңыз. Қолдар түзу болу керек. Шынтақ бүгіліп кетпеу керек. Қысым тек тік төмен бағытта жасалады. Жалпы кеуде басу компрессиясы, бұл қатты, жылдам және үзіліссіз жасау керек. Ритммен тереңдігі, жылдамдығы минутына 100-120 рет. Тереңдігі 5-6 сантиметр. Жеңіл есте сақтап алу үшін жылдам ырғақты ән ырғағындай. Дем беру қосымша кезең бұл. Егер толық жүрек өкпе реанимациясын жасасаңыз, 30 рет басып, 2 рет дем береміз. Қалай дем беру керек? Мұрынды қысыңыз, толық дем алыңыз, ауызды толық жауып, үрлеңіз. 2 рет ауа жіберіңіз. Бұл жерде енді маңызды ескерту. Егер сіз үйренбеген болсаңыз, немесе сенімсіз болсаңыз, тек кеудені басуды ғана жасаңыз. Бұл әдіс handling of CPR деп аталады. Жиі жіберілетін қателіктер бұл әлсіз басу, тым баяу, ырғақ қолды бұғу, немесе жиі тоқтау, қабырғасын сындырып аламын деп қорқу. Бұл жерде енді ең маңызды түсінік, қабырға сынуы жүрек тоқтап қалуымен салыстырғанда қауіпсіз жағдай. Мысал үшін өмірде мысал алайық, адам құлап қалды, тынышы жоқ. Егер біз бірден жүрек өкпе реанимациясын бастасаңыз, қан айналымы сақталады, миға оттегі жетеді, өмір сүру мүмкіндігі артты. Ал егер ештеңе жасалмаса, бірнеше минут ішінде миға қайтымсыз зақым келеді, адамды қайтару мүмкіндігі азаяды. Жүрек өкпе реанимациясы қате жасалғаннан гөрі мүлде жасамау әлдеқайда қауіпті. Келесі тақырыбымыз бұл қан кету. Қан кету алғашқы көмек көрсетуде ең қауіпті жағдайлардың бірі, себебі адам көп қан жоғалтса, бірнеше минут ішінде есінен танып, өмірді қаупі төнуі мүмкін. Сондықтан ең маңызды міндет бұл қан кету түрін тез анықтау және оны тоқтату. Бірінші, артериялық қан кету. Бұның белгілері: қан ашық қызыл түсті болады, қысыммен шығады, жүрек соғуымен бірге атқылап шығады. Бұл ең қауіпті қан кету түрі. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бірден жгут бұра салу, жарадан жоғарырақ, жүрек жақын жерден байлау, қатты тартып, қан тоқтағанша бекітуіміз керек. Жгут салған уақытты міндетті түрде жазып алуымыз керек, жедел жәрдемді шақыруымыз керек, 103 немесе 112. Бұл жерде маңыздысы, жгутты бақылаусыз ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды. Адамды мүмкіндігінше тез дәрігерге жеткізу керек. Веналық қан кету. Белгілері бұл қаны қою қызыл немесе қошқыл түсті болады, бір қалыпты ағады, атқыламайды. Не істеуіміз керек? Қысатын таңғыш салу, жарақат алған қол немесе аяқты жоғары көтеру мүмкіндік болса, қажет болса үстінен қосымша бинт орау. Мақсаты қысым жасап, қан ағуын тоқтату. Үшіншісі бұл капилларлық қан кету. Бұл жерде енді аз мөлшерде қан кету тері бетіне сіңіп шығады. Не істеу керек? Жараны антисептикпен өңдеу керек, таза таңғыш немесе пластырь салу керек, бақылауда ұстау керек. Әдетте өмірге қауіп төндірмейтін жарақаттардың бірі. Жалпы маңызды ережелер бұл жерде ең тиімді әдіс іздеп уақыт жоғалтпау, сабыр сақтау, қауіп кетуді тоқтату, кейінге қалдырмау. Ең басты қағида: алдымен қанды тоқтату, кейін қалған әрекет. Өмірде мысал, өндірісте адам қолын кесіп алды. Егер қан қатты атқылап жатса, артериялық қан жүгіру болып табылады, жгут саламыз. Егер бір қалыпты ағып жатса, бұл жерге қысатын таңғыш жасаймыз. Егер жеңіл жара болса, өңдеу жасап, бинт саламыз. Бұл жерде есте сақтаңыздар. Кез келген қатты қан кету минуттар шешетін шұғыл жағдай. Немесе келесі, бұл есінен тану. Есінен тану бұл адамның қысқа уақытта есін жоғалту, көбінесе ол миға қан мен оттегінің уақытша аз түсуімен байланысты болады. Бұл жерде маңызды түсінетініміз, көп жағдайда есінен тану өлімге қауіпті емес, бірақ кейде ол ағзадағы күрделі мәселенің белгісі болуы мүмкін. Есінен танар алдындағы белгілер. Адам есінен танар алдында әдетте мынандай жағдайлар болады. Кенет әлсіздік пайда болады, басы айналады, көзінің қараюы,
құлақ шуылы, жүрек айнуы. Сыртқы белгілері бұл адамның беті бозарады, суық тер шығады, қозғалысы әлсірейді, теңселіп тұрады. Есінен танған кезде не істеу керек? Негізгі мақсат миға қан айналымын қайта қамтамасыз ету және жарақаттан қорғау. Біріншісі, адамды жатқызу. Абайлап шалқасынан жатқызыңыз, тегіс жерге жатқызған дұрыс. Егер құлап бара жатса, басты соғылудан қорғау өте маңызды. Екіншісі, бұл аяқты көтеру. Бұл аяқтарын 20-30 сантиметр жоғары көтереміз. Орындыққа, сөмке немесе тірекке қоюға болады. Бұл қанның миға тез жетуіне көмектеседі. Үшіншісі, бұл ауа келуін қамтамасыз ету. Жағасын босату, белдігін босату, терезе ашу немесе таза ауа шығару. Айналадағы адамдарды алыстату. Әдетте не болады? Көп жағдайда адам бірнеше секунд немесе минут ішінде есін жияды. Маңызды ережелер, бұл адамды бірден тұрғызбаңыз, қайта-қайта отырғызбаңыз, бетіне ұрмаңыз, су шашпаңыз. Есін жиғаннан кейін 5-10 минут ішінде жатқызу керек, бірден тұруға болмайды, жағдайын бақылау қажет. Қашан алаңдау керек? Жедел жәрдем шақыру қажет. Егер есінен тану ұзаққа созылса, адам есін жиып үлгермесе, құлау кезінде жарақат алса, есінен тану жиі қайталанса, мысал үшін өмірде мысал алайық, ыстық бөлмеде адам әлсірейді, басы айналады, содан кейін есінен танып қалады. Бұл жерде дұрыс әрекет: жатқызу, аяғын көтеру, таза ауаға шығару. Көп жағдайда адам тез қалпына келеді. Бұл жерде есте сақтаңыз, есін танғанда ең басты үрей емес, бұл дұрыс дене қалпы. Немесе тұншығу, тұншығу адам шашалып қалуы. Тұншығу бұл тыныс жолдары бөгде затпен, тамақ, сүйек, ойыншық немесе басқа да заттармен бітеліп қалатын жағдайда, бұл ең қауіпті жағдайлардың бірі, себебі адам бірнеше минут ішінде өмірін жоғалтуы мүмкін. Қалай тануға болады? Ең басты қарапайым жөтел мен қауіпті тұншығуын ажырата білу. Негізгі белгілері: сөйлей алмайды, тыныс ала алмайды, жөтеле алмайды немесе өте әлсіз жөтел. Тамағынан ұстап тұрады, қатты үрей, беті көгере бастайды. Маңызды түсінік: егер адам сөйлей алады, жөтеле алады, бұл жартылай бітеді. Мұндай жағдайда жөтелуге кедергі жасамаңыз, арқаға соқпаңыз, жай ғана бақылаңыз. Егер адам мүлде сөйлей алмай және тыныс ала алмаса, бұл толық тыныс жолының бітелуі. Мұнда бірден әрекет ету қажет. Бұл жерде біз жоғарыда айтқанда Геймлих әдісін қолданамыз, негізгі көмек тәсіл. Бұны қалай жасау керек? Адамды артынан тұрамыз, адамды артынан құшақтаймыз, дұрыс нүктені табамыз. Бұл кіндік пен қабырғаның арасындағы аймақ, сол сәл жоғарырақ бөлік. Жылдам және күшті қысым жасауымыз керек, ішке және жоғары қарай итеру. Қимылдар қысқа, бірақ күшті болу керек. Мақсат бөгде затты сыртқа шығару. Ең маңызды қағида: қимылдар орындалады, бұл зат шыққанша немесе адам есінен танғанша. Жиі жіберілетін қателіктер: толық бітелуде арқаға соғу, тыйым жоғары жерден қысу, күтіп тұру, үрейге беріліп әрекетсіз қалу. Мысал үшін өмірдегі мысалды алайық, асхана адам тамақ ішіп отырып, кенет сөйлей алмай қалады, дем ала алмайды, тек тамағынан ұстайды. Бұл шұғыл жағдай. Дұрыс әрекет: жақындау, Геймлих әдісін орындау, қажет болса жедел жәрдем шақыру керек. Есте сақтаңыздар, егер адам сөйлеу және тыныс ала алмаса, бұл әрқашан шұғыл жағдай, әрекет бірден басталу керек. Немесе келесі, бұл күйік. Күйік бұл тер мен тіндердің жоғары температурада химиялық заттар, электр тоғы немесе ашық от әсерінен зақымдануы. Күнделікті өмірде және жұмыста ең жиі кездесетін термиялық күйік: қайнаған су, бу немесе от. Бұл жерде ең маңызды түсінік: күйікке ең үлкен қауіп бұл тек ауырсыну емес, сонымен қатар жылу әсері тоқтағаннан кейін де тіндердің зақымдануы жалғасады. Сондықтан алғашқы көмектің басты мақсаты бұл процесті тез тоқтату. Күйік кезінде не істеуге болмайды? Біріншіден, май, крем, майлар, заттар жағуға болмайды. Күйік көпіршіктерін жаруға болмайды. Мұзды тікелей теріге қоюға болмайды. Жабысып қалған киімді жұлып алуға болмайды. Спирт немесе агрессивті ерітінді қолдануға болмайды.
Бұл әрекеттер күйікті ұшықтырып, инфекция қаупін арттырады. Немесе дұрыс әрекет, бұл біріншіден салқындату, күйген жерді салқын ағынды суға қою, 10-15 минут ұстап тұру. Бұл нені білдіреді? Ауырсынуды азайтады, тіндердің одан әрі зақымдауын тоқтатады, күйіктің тереңдеуін алдын алады. Жалпы жараны қорғауымыз керек. Салқындатқаннан кейін күйікті абайлап жабу керек, стерилді таңғыш немесе таза мата қолдануымыз керек. Мақсаты инфекциядан және сыртқы әсерден қорғау. Бұл жерде маңызды ереже, көпіршіктерді ұстамаңыз, олар табиғи қорғаныс қабаты. Ауыр күйік болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақырыңыз, адамның жалпы жағдайын бақылаңыз, әлсіздік, ауырсыну, шок белгілері сияқты. Мысалы үшін өмірде мысал алайық, адам қолын қайнаған сумен күйдіріп алды. Бұл жерде өте қате әрекет, бұл май жағу, бірден пластыр жапсыруды, нәтижесінде ауырсынуды күшейтеді, қабыну пайда болады. Ал дұрыс әрекет бұл бірден салқын су астына ұстау, кейін стерилді таңғыш салу, қажет болса дәрігерді қаралу. Немесе келесісі бұл сынықтар. Сынық бұл сүйектің тұтастығы бұзылатын жарақат. Сынық екі түрге бөлінеді. Жабық сынық, тері бүтін, бірақ сыртқа жара жоқ, немесе ашық сынық, сүйекпен бірге жара және қан кету болады. Сынықтың белгілері. Сынық бірден анықтау әрқашан оңай емес, бірақ көбіне мына белгілер болады. Қатты ауырсыну, қозғалған сайын күшейіп, ісіну, аяқ қолдың қалыптан тыс пішіні, қозғала алмау немесе шектеулі қозғалыс, көгеру, гематома болуы мүмкін. Бұл жерде ең маңызды түсінік, егер сыныққа күдік болса, сүйекті тексеруге немесе түзетуге болмайды. Кез келген артық қозғалыс бұл ауырсынуды күшейтеді, жарақатты ұшықтырады. Сынық кезінде не істеу керек? Біріншісі бұл қимылсыз зақымдалған бөлікті қозғалтпау, мүмкіндік болса шина қою. Шина ретінде қолдануға болатын заттар бұл тақтай, таяқ, картон, фиксация жарақаттан жоғарғы және төмен бөліктерін қамтуы керек. Қозғалтпауымыз керек, сүйекті орнына салуға болмайды, адамды қажетсіз жылжытпау керек, жарақат алған мүшені қозғалтпау керек, қозғалыс ауырсынумен асқынуы мүмкін. Қосымша көмек ретінде бұл жарақат орнына мата арқылы суық басу, бұл ісікті және ауырсынуды азайтады. Ашық сынық жағдайында, егер жара және қан кету болса, алдымен қан кетуді тоқтату керек, жараны стерилді таңғышпен жабуымыз керек, содан кейін ғана фиксация жасауымыз керек. Өмірден мысал, өндірісте адам құлап, аяғынан тұра алмай қалды. Бұл жерде ең қате әрекеттер оны тұрғызу, жүріп көру, аяғын қозғалтуға мәжбүрлеу. Дұрыс әрекет бұл аяқ қолды қимылсыздандыру, тыныштық қамтамасыз ету, жедел жәрдем шақыру. Бұл жерде есте сақтаңыз, сынық кезінде ең басты қозғалтпау және дұрыс бекіту. Келесі бұл құрысу, судороги дейді орысша. Құрысу бұл адамның еркінен тыс бұлшық еттерінің жиырылуы. Мұндай кезде адам өз денесін басқара алмайды, көбіне есінен танумен бірге жүреді. Қалай көрінеді бұл? Құрысу кезінде дене дірілдейді, бұлшық еттер қатаяды, көз жоғары айналуы мүмкін, есін танып қалу, сыртқы ортаға реакция болмайды. Бұл жерде маңызды түсінік. Құрысу қорқынышты көрінеді, бірақ ең бастысы дұрыс емес әрекет зиян келтіріп алмау. Не істеуге болмайды? Адамды күшпен ұстау, қол аяғын жазуға тырысу, аузына ештеңе салмау, су немесе дәрі бермеу, қозғалысты тоқтатуға тырыспау. Бұл әрекеттер қауіпті. Ал не істеуіміз керек? Біріншіден қауіпсіздік қамтамасыз етуіміз. Айналасындағы қатты заттар алып тасталу керек, кеңістікті ашу, басын қорғау, жұмсақ нәрсе қоюға болады. Мақсаты жарақаттан сақтау. Екіншісі, адамды абайлап қырымен жатқызу, тыныс жолын ашық ұстау, сілтеме немесе құстың тұншығуынан болдырмау. Жедел жәрдем шақыруымыз керек, 103 немесе 112 нөміріне хабарласу қажет. Құрысу бірнеше рет болса, ұзақ созылса, адам есін жимаса, жарақат болса, онда 112, 103 нөміріне хабарласамыз. Жалпы қате реакциялар, бұл ұстап тұру, айқайлау, аузына зат салу, ал дұрыс әрекет айналасын босату, басын қорғау, құрыс біткенін күту, қырымен жатқызу, жедел жәрдем шақыру.
Енді есте сақтаңыз, құрысу кезде сіздің міндетіңіз ұстап тұру емес, адамды жарақаттан қорғау. Алғашқы көмек көрсеткен не істеуге болмайды. Төтенше жағдайда тек не істеу керек екенін білу жеткіліксіз, сонымен қатар не істеуге болмайтынын да нақты түсіну өте маңызды. Көп қателіктер асығыс пен үрейдің салдарынан жасалады, бірақ дәл сол қателіктерді адам жағдайын нашарлатуы мүмкін. Бұл біріншіден дәрі беру, кез келген дәріні өз бетіңше беруге болмайды. Тіпті ол жай дәрі болса да, неліктен бұл қауіпті, нақты диагноз белгісіз, аллергиялық реакция болуы мүмкін, жағдайы ушықтыруы мүмкін, қаупі бар. Ерекше жағдай, бұл жерде тек адам есінде болса және өзі дәрісін өзі қабылдап жүргені ғана рұқсат. Екіншісі, бұл қажетсіз қозғалту. Зардап шеккен адамды себепсіз жылжытуға болмайды. Бұл жерде қаупі сынықты күшейтеді, ішкі жарақатты асқындырып, қан кетуді арттырады. Тек өмірге тікелей қауіп болса ғана өрт, жарылыс, құлау қаупі жылжытуға болады. Үшіншісі, бұл үрейге беру. Үрей ең қауіпті факторлердің бірі. Бұл адам үрейленгенде алгоритмді ұмытады, ретсіз әрекет жасайды, уақытты жоғалтады. Зардап шеккен адамға ең керек нәрсе бұл сабырлық көмек. Адамды жалғыз қалдыру, зардап шеккен адамды қараусыз қалдыруға болмайды. Неліктен? Бірінші, жағдай кенет нашарлап кетуі мүмкін, тыныс тоқтатуы ықтимал, есінен қайта тануы мүмкін. Жедел жәрдем келгенше жанында болу керек, немесе жауапты адамға тапсыру қажет. Өмірде мысал алайық, адам кеуде тұсының ауруына шағымданады. Бұл жерде қате әрекет. Ауырсынуды босатып дәрі беру, отырғызып кетіп қалу. Дұрыс әрекет жедел жәрдем шақыру, жағдайын бақылау, ешқандай дәрі бермеу. Есте сақтаңыздар, кейде ең дұрыс көмек артық әрекет жасамау және зиян келтірмеу. Алғашқы көмектің жауапкершілік пен маңызы, алғашқы көмек тек дәрілерге ғана емес, арналған күрделі медициналық процесс емес, бұл әр адамның білуі тиіс базалық өмірлік дағды. Азаматтық жауапкершілік, алғашқы көмек бұл көрсету азаматтық жауапкершілік көрінісі, бұл нені білдіреді? Адамға бейжамал қарамау, төтенше жағдайға дұрыс әрекет ету, дәрігер келгенше көмектесу. Бұл жерде маңызды түсінік, көп жағдайда оқиға орнында дәрігер болмайды, алғашқы болып қарапайым адам, әріптес, жүргізуші, өтіп бара жатқан адам болады. Ал жағдайдың тағдыры көбіне сол адамға байланысты, неліктен бұл өте маңызды? Алғашқы минуттар ең шешуші кезең. Бұл уақытта тыныс тоқтауы мүмкін, қатты қан кету болуы мүмкін, есінен танып қалуы мүмкін. Дәл осы сәтте қарапайым әрекетте өмірді сақтап қалу. Қарапайым әрекеттердің маңызы бұл кейде өмірді құтқару үшін жедел жәрдем дұрыс шақыру, адамды қырымен жатқызу, қан кетуді тоқтату, жүрек өкпе реанимациясын бастау жеткілікті. Алғашқы көмектердің әсері дұрыс әрекет бұл қан жоғалтуды тоқтату, тынысты сақтау, миды зақымданудан қорғайды, дәрігер келгенше өмірді сақтап. Бұл жерде енді негізгі ой айналадағы адамдардың әрекеттің тіпті ең жылдам жедел жәрдем кейде кешігіп қалуы мүмкін. Өмірде мысал, адам қоғам орнында есінен танып қалды, бір адам жедел жәрдем шақырады, екінші тынысын тексереді, үшінші қауіпсіз жатқызады. Нәтижесінде өмір сүру мүмкіндігі артты. Есте сақтаңыздар, алғашқы көмек бұл ерлік емес, бұл әр адамның қарапайым, әр міндетті өмірлік дағдысы. Бірінші, бұл жерде қорытындымыз, бүгін біз алғашқы көмектің негізгі, бірақ өмір үшін өте маңызды негіздерін қарастырды. Бұл білім сізге кез келген жағдайда, үйде, жұмыста, немесе көшеде қажет болуы мүмкін. Бүгін сіз не үйрендіңіздер? Бүгін сіз парамедик деген кім және оның рөлі қандай екенін, төтенше жағдайда қалай дұрыс әрекет ету керектігін, алғашқы көмектің негізгі алгоритмін, негізгі жағдайларды есінен тану, тұншығу, қан кету, күйік, сынық және тағы басқаларын алғашқы көмек кезінде жіберілетін қателіктерді қарастырдық. Бұл жерде енді ең негізгі қорытынды алғашқы көмек бұл кез келген адам орындай алатын қарапайым әрі жүйелі әрекеттің жиынтығы, ең маңызды ереже, әр секундтың маңызы бар. Төтенше жағдайда уақыт адам өміріне тікелей әсер ететін ең басты фактор. Есте сақтайтын басты ой, бірдеңе істеп үлгергенін дұрыс сабырмен және дұрыс әрекет еткен жақсы. Қорқыныш немесе күмән себебінен ештеңе істемей қалу ең үлкен қателік. Тіпті қарапайым әрекеттер адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін.
ауыр асқынудың алдын алу мүмкін, дәрігерлік келгенше уақыт ұту мүмкін. Бұл жерде енді сіз дәрігер емессіз, бірақ сіз адам өмірін сақтап қалатын алғашқы буын бола аласыз. Құрметті әріптестер, назарыңыз үшін рахмет. Бүгін біз өзіміздің айналамыздағы адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне тікелей қатысты маңызды тақырыпты бірге қарастырдық. Осы материалдар көрсеткенде қызығушылықтарыңыз бен белсенді қатысуларыңыз үшін алғыс білдіреміз. Жалпы енді өздеріңіз және жақындарыңызды қорғаңыздар, есіңізде болсын, қауіпсіздік бұл әр адамның күнделікті жауапкершілігі. Ең бастысы, сіз бұл білім сізге ешқашан шынайы өмірде қажет болмасын, сізге тілерім, бірақ егер сондай жағдай болып қалса, Құдай сақтасын, сіз сабырмен дұрыс және сенімді әрекет ете аласыз. Қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет, сау болыңыздар.